Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasul Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату, құрметті бауырлар. Аллахтың жер бетіндегі үйлері, мешітке басып келген қадамдарыңызға, баршаңызға Алла разы болсын. Әрбір қадамдарыңызға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистерінде сүйіншіленгендей, бір қадаммен дәрежеңіз көтерілсе, келесі қадаммен Алла Тағала әрқайсымыздың күнәларымызды өшірсін. Біз сіздермен бірге шамамыз жеткенше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қадір қасиетін насихаттайтын ислам тарихындағы ұлы ғалымдардың бірі имам Қади Ияд рахималлаху тағаланың Аш-Шифа кітабынан дәрістер өтудеміз. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистеріне келгендей, егер қандай да бір қауым осындай мешіт сияқты немесе басқа да жерлер жиналып өзара бір-бірімен ілім үйренетін болса, ондай жерді періштелер қорғап алады дейді. Және Алла Тағала өзінің құзырындағылар, яғни періштелердің көзінше мақтан еткен. Мынау пенделерім жиналып мені немесе менің құлым Мұхаммед танытатын ілімді үйреніп жатыр деп. Және бұндай мәжілістерді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзі де мақтаған. Алла елшісі бір күні мешітке кірген кезде екі топты көреді. Бір топ құлшылықта болса, екінші топ осылайша бір-бірімен өзара ілім алмасып отқан топты көреді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам құлшылықпен айланысқан адамдарды емес, бәлки ілім мәжілісіне кеп отырады. Және дінімізде тағы бір үлкен бір ілімнің пайдасы жайлы айтылған сөздердің бірінде Абдулла ибн Масғуд айтады: 1000 ракат нәпіл намаз оқығаннан көрі 1 сағат іліммен айланысқан, ғылыммен шұғылданған Аллах Тағаланың құзырында пайдасы көбірек дейді. Осы жерде адамдарда сұрақ туы мүмкін: қалайша құлшылықтан көрі ілім маңызырақ болуы мүмкін? Немесе 1000 ракат намаздан қалайша 1 сағат ілім алу маңызы деп. Осыған қатысты дін ғалымдар былай деп түсіндіреді: кез келген затты біз былай деп қарастырсақ болады дейді. Кейбір біздің істейтін амалдарымыздың пайдасы тек қана өзімізбен ғана шектеліп қалады. Сіздің оқитын намазыңыз, сіздің ұстайтын оразаңыз, сіздің оқитын мүмкін зікірлеріңіз тек қана сіздің өзіңізбен шектеліп қалады. Ал ілім алатын болсаңыз, ол жерде екі пайда бар. Біріншісі, сіз өзіңіздің бойыңыздағы кейбір надандықты кетіресіз. Екінші пайдасы, сіз ілім үйренгеннен кейін басқа біреуге де бір зат үйрете аласыз. Яғни ілімнің пайдасы 2 есе артық. Ал дінімізде кез келген жайт орын алатын болса, біреуінің бір пайдасы бар, екеуінің екі немесе одан да көп пайдасы болатын болса, сол пайдасы көбірек іспен айланысқанды дініміз құптайды. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осыған әрқашан шақырған. Сол үшін құрметті бауырлар, ілім мәжілістері ол береке мәжіліс. Ал егер ол ілімде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жайлы сөз қозғалатын болса, онда ол жерде берекенің артары сөзсіз. Енді біз соң тоқтаған жеріміз қасиетті Құранда. Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қадір қасиетін ұлықтап, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға дәрежесін көтеру үшін Алла Тағала ант ішкен еді. Сол біз соңғы өткен сүреміз Нәжм сүресі. Ва нәжми иза хауа ма долла сахибукум ва ма гауа. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам шатаспады, және Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам адаспады. Осы сөзді қуаттау мақсатында Алла Тағала Нәжм сүресінің 18 аяты түгелдей пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ақиқат екенін баяндау үшін келген. Және біз сіздермен бірге осы аяттарды талқылаған болатынбыз. Қазір жылдам өтіп, соңғы тоқталған аятқа қатысты жалғастыратын боламыз. Алла Тағала Құранда баяндайды: «Ва нәжми иза хауа ма долла сахибукум ва ма гауа». Біз, Алла Тағала айтады, жұлдызбен ант ішеміз. Сендердің қастарында жүрген Мекке мүшриктеріне бағытталған сөз ғой. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам адаспады. Ома янтиғанил хауа, және Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам сөз сөйлеген кезде өз ойынан, өзінің фантазиясынан сөз сөйлемейді, бәлки сөйлеген сөздің бәрі вахи. Ин хуа илля вахи юха.
алламаха шадидул қуа, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осындай ілімді Жибрил періште үйреткен еді. Және біз Жибрил періштенің алыптығы және Жибрил періштенің күш қуаты жайлы өткен дәрісте егжей-тегжейлі айтқан болатынбыз. Лут пайғамбардың қауымына қалайша Жибрил періште өзінің қанатымен көтеріп теріс айландырған, сонда баяндап өткен болатынбыз. Сосын барып біз бірінші баяндағанымыз, Алла тағала періштелерді жаратып, әрқайсысының өзіне қызмет берген, бірақ сол періштелердің арасында Жибрил періштенің қызметі періштелер адамзатқа мейірімділіктен келген елшілерге уахи жеткізу еді. Сол Жибрил періште пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға өзінің шынайы бейнесінде екі рет көрінген. Алла субхана тағала соны осы Нәжім сүресінде баяндайды. Шын мәнінде Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды өз бейнесінде көруді нәсіп етеді. Біріншісі, біз баяндағанымыздай, ол Алла елшісіне ең бірінші уахи түскен сәтте. Пайғамбарымыз саллаллаху уахи түскен кезде Жибрил періште өзінің шынайы бейнесінде келеді. Сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху қатты қорқып, Хадиша анамызға барып, мені орашы, мені бүркеші деп осы үшін айтқан еді. Өйткені Жибрил періштенің өзінің шынайы бейнесінде көру пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өте ауыр тиеді. Алла тағала Құранда баяндайды, Нәжім сүресінде Жибрил періште пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өз бейнесінде көрінді. Жибрил періште өз бейнесінде көрінген кезде, біз өткен дәрісте айтқанымыз, Жибрил періштенің Алла тағаланың жаратқан алып жаратылысы 600 қанаты бар. Және Жибрил періште бір қанатын жайған кезде батыс пен шығысты жауып қалатындай соншалықты алып болған. Соны Алла тағала баяндап жатыр. Жибрил періште өз қанатын жайған кезде батыс пен шығысты жауып қалды дейді. Енді Жибрил періштеге сосын барып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жақындады. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мен Жибрил періштенің жақындаған соншалық екеуінің арасында бір садақтың қашықтығындай ғана арақашықтық болды. Яғни өте қатты Жибрил періште мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның контакт өте жақсы орын алған еді. Осы кезде Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көптеген үкімдерді уахи еткен еді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы ең бірінші Жибрил періштемен кездескен сәтте әлгі Иқро немесе Алақ сүресінің алғашқы 5 аяты да осы Хира үңгірінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға түскен еді. Сол Алла тағала осыны баяндайды. Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға алғашқы уахиларды түсіре бастайды. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көрген нәрселерін жүрек өтірікке шығарған жоқ. Яғни бұны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір қиялды емес, шын мәнінде бұл кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам анық көрген еді. Және бұл жердегі айтылатын дүние, білесіздер, біз өткен сабақта баяндағанымыздай, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір кеште Әл-Харам мешітінен Әл-Ақса мешітіне қоныс аударады. Бұны біздің ислам тарихында теңдесі жоқ орын алған оқиғалардың бірі ол Исра кеші деп аталады. Кейіннен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Әл-Ақса мешітінен аспан құзырына көтереді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әрбір аспанда сол жерде орындалған пайғамбарларды кездестіріп, олардың әрқайсында болған жайттарды және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жаннат иелерінің, тозақ иелерінің және кейбір күнә иелерінің қандай күнәлар себепті азапталып жатқандығын бәрін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көреді. Соны Алла тағала баяндайды, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көрген нәрселердің бәрі бұлар өтірік зат емес, шынымен ақиқат дүниелер дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы көрген заттарына сендер Мекке мүшриктері талас тартысқа түсіп, оны жоққа шығаруға тырысасыңдар ма деп жатыр. Білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сапардан келген кезде осындай дүние болды деген деп айтқанда Мекке мүшриктері пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өтірікке шығара бастайды. Сөйтіп Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көзіне Әл-Ақса мешітінің суретін әкеп береді. Пайғамбар баяндап береді. Сосын барып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бәленше жерде осындай түйе келе жатыр, оның осындай дорбасынан су ашылған, осыдан су ішілген, оның түйесі қашып кеткен деген сияқты егжей-тегжей пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мекке мүшриктеріне жауап береді. Бірақ әйтсе дағы жүректерін Алла тағала бітеген Мекке мүшриктері пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды айтқан сөздеріне сенбей жоққа шығарады.
Тіпті кейбір мұсылмандардың өзі осы оқиғадан кейін, Исра Миғраж кешінен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам күмәндана бастайды. Сонда баршамызға белгілі болған Абу Бакр Сиддиқ радиаллаху тағала анху, егер Мұхаммед айтқан болса ол шын деп, осы кезде ол кісі өзінің Сиддиқ, шыншыл деген лақап атын осы оқиғадан иеленген болады. Оны да біз сіздерге баяндаған болатынбыз. Лақад раух назат ухра. Енді Алла тағала негізгі ойды баяндап жатыр. Енді пайғамбарым Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам Жибрил періштені екінші рет тағы көрді дейді. Жаңа біз айтқан бірінші кез, ең бірінші уақи түскен кезде Мекке қаласында орналасқан Хира үңгірінде сөзсіз пайғамбарым саллаллаху алейхи вассалам Жибрил періштенің кездесу сол кезде орын алады. Екінші рет қайтадан Жибрил періштенің өзінің шынайы бейнесінде пайғамбарым саллаллаху алейхи вассалам екінші рет көреді. Ол қай кезде орын алады деген кезде айында Сидратул Мунтаха, Сидрат Мунтаха. Сидрат Мунтаха, құрметті бауырлар, біз өткен сабақта баяндағанбыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 7 қабат аспан көкке көтерілгеннен кейін ең соңғы тоқтайтын шек. Негізі сидра араб тілінде ағаш деген сөз, Мунтаха соңы деген сөз. Бұл деген сөз сондай бір жаратылыс бар, ол жерден ешқандай жаратылыс ары қарай көтеріле алмайтын жер. Сол жерге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келеді, және сонда пайғамбарымыздың аяқ баспастан бұрын Жибрил періштемен кездеседі. Міне осы жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің шынайы Жибрилдің хақиқи болмысын осы жерде екінші рет көреді. Алла тағала осы баяндап отыр: «Валақад раху назатан ухра», екінші рет көрді деп. Айда сидрат мунтаха айндаха жаннатул мауа. Міне сол жерде біздің Алла нәсіп етсе барша мұсылмандардың тұрақтайтын жаннаты да сол жерде. Из яхша сидратыма яхша ма зағал басару ома тоға. Шын мәнде осы кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөзсіз Аллах тағаланың ұлы белгілерін көреді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы белгілер көрілген кезде пайғамбарымыз саллаллаху көзі оңға немесе солға ауып кетпей, үлкен Алла тағаланың белгілерін осы сәтте көреді. Лақад ра'a мин аяти раббихил кубра. Міне осы кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алла тағаланың ұлы белгілерін бәрін осы Сидрат Мунтахада көреді. Және баршамызға белгілі болғандай, құрметті бауырлар, осы Исра және Миғраж кеші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға жұбаныш болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әрқашанда қасында жүрген, жұбанышы болған көкесі Абу Талиб қайтыс болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам енді қорғайтын ешкім жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жан-жары әрқашанда Алла елшісіне иығын қоя білген мұсылмандардың анасы Хадиша анамыз да осы жылы қайтыс болады. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Исра Миғраж кеші болатын оқиға, құрметті бауырлар, тарихта қайғы жылы деген атпен қалған. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қос қолдаушысы осы жыл дүниеден қайтады. Алла тағала бейнебір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға: «Ей Мұхаммед, еңсеңді түсірме, Раббыңның саған дайындаған сыйы бұдан да зор» деген сияқты көрініс тапқызып, өйстіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Исра және Миғраж кешіне көтеріледі. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұндай дәрежеге бұрын соңды ешқандай пайғамбар жетпеген дүниелерді Алла тағала пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға нәсіп етеді. Және осы жерде баршамызға белгілі болғандай, осы күнделікті оқып жүрген 5 уақыт намазымыз, осы кеште Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Бақара сүресінің соңғы аяттары және басқа да үлкен нығметтерді осы кеште баршамыз ие болғанбыз. Тіпті осы намазды оқитын ат-тахият дұғасында осы Исра және Миғраж кешінде Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға нәсіп еткен еді. Құрметті бауырлар, осымен біз сіздермен бөліскен өткен сабақ, бүгінгі сабақ ол Исра және Миғраж кешіне қатысты оқиға, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көкке көтерілуі және осының астарынан хикметтер соны баяндап өттік. Және Алла тағала осы аяттар арқылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның адаспағандығын және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тура жолда екендігін баяндау үшін ант ішіп, осылайша сөздер қозғаған еді. Және ғалымдарымыз айтады: «Ихталаф муфассирун фи қаулихи ва нәжми би қауил маруфати минха нәжм ала зохри ва минха ал-Құран». Енді құрметті бауырлар, осы Құранда келген нәжм жаңа сүре. Нәжм деген сөз негізінде араб тілінде жұлдыз деген мағына білдіреді. Енді Алла тағала нәжми иза хауа
осындай жұлдыздар шыққан сәтте соған ант ішемін деп айтқан еді. Осы жердегі нәжімдағы жұлдызда мақсат не деген кезде, кейбір ғалымдар бұны Алла тағала шынымен жұлдызбен ант ішіп жатыр дейді. Және өткен сабақта айтқан болатынбыз, негізі Алла тағала өте көптеген Құран аяттарында жұлдызбен ант ішеді. Міне осы Нәжім сүресінде аят бар, сосын Торих деген сүре бар Құранда, ол жерде Алла тағала Торих дегеніміз жап-жарық жұлдызбен ант ішеді. Енді жұлдызбен ант ішу немесе жұлдыздың Құранда келуі, немесе жұлдыздың дінде қандай мақсаты бар, немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол жайлы не айтқан деген сияқты сұрақ туатын болса, ғалымдарымыз айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сөзіне сүйене келе, Алла тағала жұлдыздарды негізгі 3 мақсатта жаратқан дейді. Бірінші Құранда келіп Мүлк сүресінде айтылғанда, лақад зайяна сама дуния бикавакиб, Алла тағала аспан әлемін жұлдызбен көркемдеген, безендірген. Яғни ең бірінші жұлдыздың жаратылуында мақсат әлемді көркемдеу үшін Алла тағала жаратқан екен. Екінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде мән беретін болсақ, жұлдыздарға бізге жол табу үшін жаратылған. Яғни егер бұрынғы кездері жол жүретін кісілер адасқан болса, немесе батыс пен шығысты, оңтүстік пен солтүстікті ажыратқысы келетін болса, жұлдыздардың тұрған тұрысына қарап компас ретінде пайдаланған. Ондай кісілер де бар, әзірге де бар шығар, яғни жұлдызға қарап қай бағытта екенін анықтау үшін. Бұл жұлдыздың екінші мақсаты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисіне баяндаған. Үшінші мақсат жұлдыздың Алла тағала Құранда айтқан әлгі жын шайтандарға лақтыру үшін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистеріне келгенде, мынау жер бетінде арабша кахин деп жатады, ғайяб деп жатады, яғни болашақтан хабар беретін бақсы балгерлер. Олардың жұмыстары жайлы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям баяндайды. Мына сіздердің әрбір істеген амалдарыңызды періштелер аспанға көтерген кезде, сол періштелер жын шайтандар араласып әлгі ақпаратты ұрлауға тырысады. Осындай ұрлық істеп жатқан кезде әлгі періштелер жұлдыздарды соларға лақтырады екен. Сосын барып олар қашады. Әлгі жындар ақпаратты ұрлап, жер бетінде отқан бақсы балгерлерге 100 өтірік қосып, 1 шындық қосып, әлі ақпарат жеткізеді. Сөйтіп ол бақсы балгерлер өз алдынан келген адамдардың болашағы жайлы тағы әңгімелерді осыдан айтылатындығы жайлы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан болатын. Енді осы хадистерге мән беретін болсақ, жұлдыздың жалпы 3 мақсаты бар. Біріншісі аспанды көркемдеу үшін, екінші жол табу үшін, үшіншісі әлгі жын шайтандарға лақтыру үшін Алла тағала жаратқан. Мүлк сүресінде де Алла тағала осыны баяндап айтады. Енді мына жақтағы Алла тағаланың нәжіммен ант ішуіне қатысты, сол Алла тағала ең бірінші кезекте жұлдыздармен ант ішеді. Бұл бір көзқарас. Екінші көзқарас, нәжім дегенде мақсат Алла тағаланың қасиетті кітабы Құран деп те меңзелген дейді. Өйткені Құран кәрім жоғары болған себепті оны да жұлдызға теңестірген. Ал ғалымдарымыз осы, бұл нәжімдегі мақсат ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям деген. Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ғұмырымен ант ішкен. Бұл негізгі көзқарас емес, бірақ айтса да ғалымдардың көзқарасы бойынша Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өмірімен және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның есімімен ант ішіп жатыр. Енді осы Нәжім сүресіндегі 18 аятқа мән беретін болсақ, айтады ғалымдарымыз, тадамманат хазиги ая мин фадлихи ва шарафи идда ма яқифу дунаху адду. Енді біз Нәжім сүресіне мән беріп қарайтын болсақ, айтылған бірінші аяттан бастап соңғы 18 аятқа дейін мән берсеңіздер, осы аяттар арқылы Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қадір қасиетін ұлықтайтын өте көптеген тұстарын табуға болады. Ақсама жәллә исмуху аля хидаяти Мустафа. Ең бірінші Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тура жолда екенін ант ішкен. Аятта байқасаңыздар, ма доля сахибукум ва ма гава. Яғни пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям адасқан жоқ. Пайғамбар тура жолда. Яғни Алла тағала ең бірінші кезекте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тура жолда екенін ант ішкен. Тәнзих анил хауа, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сөз сөйлеген кезде бос сөз сөйлемейді. Бәлки пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтатын сөздердің бәрі ол Аллахтан келетін уахи екенін ант ішкен еді. Сидқихи фима тәлә, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Құраннан мырза айтатын болса, шын нәрсені айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Құраннан бір нәрсе жасырып қалуы мүмкін емес. Біз өткен дәрістерде айтқан болатынбыз, кез келген пайғамбардың бойында болу керек болған 4 сипат бар. Егер ол 4 сипат болмайтын болса, оны пайғамбар деп айта алмаймыз.
сол пайғамбардың бойында табылу керек деген сипаттардың бірі таблиғ деп аталады. Таблиғ деген жеткізу. Кез келген пайғамбар Аллах Тағала тарапынан уахи келген болса, оны жасырып тығып қала алмайды. Ол пайғамбарларға қайшы дүние. Міне мына жақта байқасаңыздар, Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның еш нәрсені жасырмай, бәлки соны жеткізетіндігін айтуда. Аннаху уахин юха. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға айтылған сөздің бәрі, құрметті бауырлар, бұл Құран уахи есептелінеді. Аусалаху илейхи миналлахи Жибрил ва хуа шадидул қуа. Енді осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам түсетін уахидің бәрін Алла елшісіне Жибрил періште жеткізген. Ал Жибрил періштеден Алла Тағала Құранда шадидул қуа, өте үлкен күш құдірет иесі деп Жибрил періштені Алла Тағала осылайша мақтаған болатын. Сумма ахбара тағала ан фадилатихи би қиссатил исра. Сонымен қатар Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қадір қасиетін ұлықтап Исра оқиғасында баяндаған. Қасиетті Құран кәрімнің Исра сүресін ашып қарасаңыздар, құрметті бауырлар, Құранның реттік саны 17-ші сүре. Сол Исра сүренің басында Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қалайша бір сәтте Әл-Харам мешітінен Әл-Ақса мешітіне қоныс аударған жайлы айтады. Шынымен де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам берілген осы үлкен нығмет бар, берілген болатын. Бұндай нығмет пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам басқа ешкімге берілмеген. Қалайша Алла елшісі бір сәтте Әл-Харамнан Әл-Ақсаға барып келді. Адам сенгісіз оқиға, бірнеше айлап жүретін жерге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір сәтте барып келді. Бұл да, құрметті бауырлар, Алла Тағаланың пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам берген үлкен нығметтердің бірі. Сонымен қатар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Әл-Харам мешітінен баса қоныс аударып Сидрат Мунтаха тоқтаған. Сидрат Мунтаха жаңа айтқанымыздай жаратылыстың аяғы тоқтаған жер. Ол жерден ары қарай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам басқа ешкім аяқ баспаған жерді пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам басқан болатын. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол жерде, яғни әлгі Миғраж кешінде адам баласы көрмеген белгілердің бәрін көреді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тозаққа түскен адамдарды көреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жаннаттың адамдарын көреді. Олар не үшін азапталып жатыр, не үшін рахатқа бөленіп жатыр, осының бәрін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әлі кеште көріп келеді. Шын мәнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Раббысының үлкен белгілерін бәрін осы жерде көреді. قد نبه على مثل هذا تعالى في أول سورة الإسراء. Осыған ұқсас нәрсенің бәрін Алла Тағала Исра сүресінің басында баяндаған еді. Сол себепті, құрметті бауырлар, бізде мән беретін үлкен нәрсенің бірі екі үлкен құбылыс бар. Исра және Миғраж. Исра пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Әл-Харам мешітінен Әл-Ақса мешітіне қоныс аударуы. Егер бұл оқиғаны біз мұсылмандар сенбейтін болсақ, немесе бір фантастикада қабыл етпейтін болсақ, онда біз ашық Құран кәрімге қарсы шыққан болатынбыз. Алла Тағала Құранда бұны ашық айтқан. Біз мұсылман ретінде осы оқиғаны қабыл етеміз және сенеміз. Екінші оқиға, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әлгі Әл-Ақса мешітінен бастап, мешітінде намазын оқып, жоғары қарай көтерілуі. Бұны бізде Миғраж оқиғасы дейді. Алла Тағала Исра жайлы егжей-тегжей Исра сүресінің басында айтқан болса, ал Миғраж оқиғасын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көкке көтерілген Алла Тағала әлгі Нәжім сүресінде баяндаған. Осы жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам екінші рет Жибрил періштені өз бейнесінде көрген. Және сахабалардың арасында да, және кейінгі мұсылмандарда да талас тартыс бар. Ғасырлардың бойы келе жатқан. Ол қандай талас дейтін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы Миғраж кешінде Алла Тағаланы көрді ме, көрген жоқ па деген сияқты мұсылманда талас бар. Бұл талас, құрметті бауырлар, сахабалардың дәуірінен бері келе жатыр. Айша анамыз айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы Миғраж кешінде Алла Тағаланы көрген жоқ дейді. Ибн Аббас, Абдулла ибн Масғуд немесе басқа да сахабалардың көзқарасы бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы кеште Алла Тағаламен кездесіп Алла Тағаланы көрді деген пікір айтады. Ғалымдарымыз осы сахабалардың арасындағы пікірлерді жинақтап былай деп түсіндіреді. Айша анамыздың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алла Тағаланы көрмеді деген мақсат, құрметті бауырлар, ол
пайғамбарымыз көзімен көрген жоқ деп соны жоққа шығарған. Өйткені құрметті бауырлар, Алла тағала біз бен сіздер сияқты жаратылыс емес. Алла тағалаға біз бен сіздер сияқты ұғымдар жүрмейді. Алла тағала белгілі бір мекенде, тарапта деген сияқты сөздер мүлдем айтылмайды. Сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алла тағаланы көзімен көрген жоқ деп түсіндіреді. Ал енді пайғамбарымыздың көрді деген сахабалардың көзқарасын айтатын болсақ, сахабалардың мақсаттары Алла тағаланы пайғамбарымыз көкірек көзімен көрген деген мағынаны болжайды. Осылайша түсіндіреді. Ал негізінде Алла тағаланы көзбен көру, құрметті бауырлар, немесе белгілі тарапта көру, ол нәрсе орын алмайды. Ал енді біз мұсылмандар Алла тағаланы көреміз бе, көрмейміз бе сұрақ туатын болса, ғалымдарымыз Алла тағаланы көретін кез болады. Бірақ бұл нәрсе, құрметті бауырлар, Алла сәтін салса, жаннатта Алла тағаланы көретін боламыз. Егер Алла тағала баршамызға соны нәсіп ететін болса. Және Алла тағаланы жаннатта көру, құрметті бауырлар, бұл мұсылмандарға берілетін ең үлкен сыйлық. Аллах тағаланың дидарын көруден басқа мұсылмандар ешқандай үлкен сыйлық болуы мүмкін емес. Алла тағала Құранда айтқандай, сондай ізгі амал істеп, иман келтіріп, ізгі амал істегендерге жақсылық беріледі және артық дүние беріледі деген Құран аяты бар. Осы аятқа қатысты Абу Бәкір Сыдық айтқан екен, жақсылық беріледі деген жаннатқа кіргізеді деген сөз. Ал одан артығы беріледі деген сөз, құрметті бауырлар, ол Раббымыздың жүзін көру. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда осындай жиындардың бірінде сахабаларға айтады: ей сахабаларым, сендер мына айды көріп тұрсыңдар ма дейді. 14 күндік 15 күндік толған айды көрсетеді. Сол кезде сахабалар: Аллахтың елшісі, айды көріп тұрмыз деп айтады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: сендер қалайша айды көріп тұрған сияқты қияметте міндетті түрде Раббыларыңды осылайша көресіңдер деп пайғамбарымыз түсіндіреді. Осы жерде мән беретін нәрсе, құрметті бауырлар, қарасаңыздар, ай біздің жоғары жағымызда, ай жоғары тұрады. Бұл деген сөз қияметте Алла тағаланы көрген кезде Алла тағала біздің жоғарыда тұрады деген мағынада емес. Біздің мұсылмандардың сеніміміз бойынша Алла тағала оң жақ, сол жақ, төмен, асты дейтін ұғымнан ада. Алла тағала мекенге мұқтаж емес. Бірақ ай мен Алла тағаланы көрудің арасында қандай ұқсастық бар деген сұрақ туатын болса, қалайша 14 күн ай толық анық болған сияқты, Алла сәтін салса осында отырған баршаңыз Раббыларыңыз тура солай көресіздер. Алла тағаланы көрген кезде ешқандай кедергісіз, ешқандай түсініксіз нәрсе болмай, Раббымызды иншалла анық көретін боламыз. Бұны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізбен сүйіншілеген. Және бұл нәрсе, құрметті бауырлар, Раббымыздың жүзін көрген кезде бізде ешқандай нәрсе қаламайды екенбіз. Ең үлкен нығмет ол Раббымыздың жүзін көру, құрметті бауырлар. Сол себепті біз мұсылман ретінде сеніміміз керек, ақида мәселесінде Раббымызды иншалла көреміз. Алла тағала баршаларыңызға қияметте осы Раббымызды көру нығметіне бөлу нәсіп етсін. Және Алла тағаланы осы дүниеде танып, Алла тағаланың бұйрығын осы дүниеде біліп жүрген адамдар, соған бойсынатын адамдар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сүннетіне берік болатын кісілер иншалла қияметте Раббысының жүзін анық көреді деген ойдамыз. Алла тағала баршамызға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сүннетіне берік болып, қияметте Раббымызды көруді нәсіп етсін. Алла сәтін салса, келесі дәрістерімізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның басқа да тұстарын ашатын Құран аяттарымен дәрісін жалғастырамыз. Алла баршамыздан разы болсын. Ахири дауғана инальхамдулиллахи раббил аламин.